Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге күнделік кезекте оқушының немесе ата-ананың құпия сөзін кіру паролін ұмытып қалған болсаңыз, оны қалай білуге болады? Сол жайлы айтып өтетін боламын. Ол үшін сіздер күнделік кезекке кіргеннен кейін сіздерде жоғарыда мектеп деген шығады. Сол мектепке басып кіргеннен кейін астында жұмыс үстелі деп тұрады. Осы жұмыс үстелін басып кіресіздер. Сосын сіздерде осындай бет ашылады. Енді бұл жерде сіз, егер оқушының паролі керек болса, оқушылар дегенді басып кіресіз. Ал егер ата-ана паролін ұмытып қалып сізден сұрап жатса, ата-аналар дегенге кіресіз. Мен қазір оқушыларға кіріп көрсетейін. Оқушылар деген үстін басып кіресіз. Және сізде оқушыларыңыздың тізімі шығады осылай. Енді сізге қай оқушыңыздың паролін ұмытып қалдыңыз, немесе оқушыңыз ұмытып қалды. Сол оқушыңыздың аты жөнінің жанында, оң жағында мынандай карандаштың суреті бар. Міне тұр. Осының үстін басасыз. Сосын сізде осындай бет ашылады. Енді бұл жерде жоғарыда тұрған мына пайдаланушы аты жөні және құпия сөзі деген тұр. Осының үстін басып кіресіз. Міне сізге сол оқушының, пайдаланушының аты жөні шықты және құпия сөз ысыру деп тұр. Енді бұл құпия сөз бір реттік қана. Оқушы бұнымен бір-ақ рет кіре алады, бір-ақ рет қолдана алады. Және ол кіргеннен кейін ода үнемі қолданатын құпия сөз жазуды сұрайды. Сол кезде ол жерге өзіне ыңғайлы етіп құпия сөз құрып алады. Ал бұл бір-ақ реттік. Мысал үшін бұның үстін бассаңыз, осылай міне уақытша құпия сөз береді. Осы арқылы кіреді де өзіне ыңғайлы құпия сөз жасап алады. Ал енді келесі ата-аналарды көрсетейін. Ол үшін тағы да сол жұмыс үстеліне кіресіз. Бұл жерде енді ата-аналар дегенді таңдаймыз. Міне ата-аналардың аты жөндері шығады осылай. Тура жаңағы оқушы сияқты. Осы жерде ата-ананың аты жөнінің жанында осындай карандаштың суреті бар. Соның үстін басасыз. Жоғарыда пайдаланушы аты және құпия сөзі деген тұр. Осыны басасыз. Міне. Енді осы жерде пайдаланушы аты шығып тұр. Енді құпия сөзін ысыру тұр. Осының үстін бассаңыз, мынау тұрған көктің үстін. Осы жерде уақытша бір реттік қолданатын құпия сөз шығады. Сол арқылы ата-ана кіріп, өзіне ыңғайлы құпия сөз жасап алады. Осылай құпия сөзді ұмытып қалған болсаңыздар, осылай білуге болады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесіде тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар.